Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз капотоланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Желіде жедел хабар. Қандай жерлерде темекі шегуге тыйым салынған? Білім беру ұйымының үй-жайы мен аумағы, сондай-ақ кәмелетке толмағандардың демалуына арналған ұйымда, денсаулық сақтау ұйымының үй-жайы, қоғамдық тамақтану пункті, мәдениет нысаны, спорт пен дене шынықтыру ұйымы, түнгі клуб, дискотека, жергілікті және алыс қатынастағы пойыз, әуе, теңіз және өзен көлігі кемесі, қалалық, қала маңындағы және қалаларық автомобиль қоғамдық көлігінің салоны, метро, жолаушы мен багаждағы тасымалды жүзеге асыратын жалпыға ортақ көлік, такси, әуежай, теміржол, автомобиль және су вокзалдарының ғимараты, қоғамдық көліктің жабық аялдамасы, мемлекеттік органдар мен ұйымдар, жұмыс орны және жұмыс айманы болып саналатын үй-жай, үйдің кіреберісі, автожанармай құю станциясының үй-жайы мен аумағы, балалар алаңы, жер асты өткелі, кәмелетке толмағандар отыратын көлік. Қандай айыппұл қарастырылғанын және қай жерде темекі шегуге рұқсат етілгенін кейінгі видеоларымызда көре аласыз. Басқа да жаңалықтар білгіңіз келсе арнамызға жазылып өтіңіз, қымбатты көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.